жаңа қандай бір сөздер айтып жатырсыздар. Оның басқасында біз бармыз, білеміз. Бізде қазақтың баласымыз, осы елде өскен, осы жерде өскен. Бүгінгі күні міне жаңа бауырымыз дұрыс айтты ғой. Егер осыдан 20 жыл бұрын Алматы қаласының өзінде бір мектеп және 2 интернат болса, ал қазіргі күні біздің мектептеріміздің 60% қазақ мектебі болып отыр. Жаңа айтқан 60 аралас мектепті де біз бүгінгі күні қарастыруымыз қажет. Оны біз түсінеміз, оны біліп отырмыз. Ал енді балабақша жайында айтатын болса, әрине де бүгінгі күні 31 мың бала мысалға қазақ балабақшаларына барып жүр. Ал 10 мыңға жақыны орыс балабақшаларына әлі барып жүр. Ол да әрине біздің алда қойған мақсаттарымыздың бірі. Әрине де Қазақстан жерінде тұрғаннан кейін, мысалға біз тіл мәселесін көтерген кезде бізде мынандай сауалдармен осындай өтініштер болды. Мысалға, Қазақстандағы бүкіл балабақшалардың бәрі қазақ тілінде болып, Қазақстанда тұратын балалардың бәрі қазақ балабақшасынан бастасын деген. Бір жағынан біз мысалға оған өзіміздің көзқарасымыз оңтайлы. Себебі бүгін қарап отырсақ, әрине біздің балабақшаларымызға басқа ұлттың балаларының көпшілігінің баруы, ол да бізге үлкен мәртебе. Жаңа міне осы жерде айтылған бауырларым әрине мен қосыламын. Ең бірінші адам баласы өзінің тілін қадірлеп, халқымыздың ұлы сөзі бар ғой. Тілін білмеген адам, ол өзінің ұлтын сыйламайды. Ол өзінің ұлтын білмейді. Сол сияқты ол отбасынан басталады. Әлі күнге дейін әрине де кейде 2-3 қазақ отырып, орысша сөйлейді, оны да білеміз. Ал енді тәй басып, мемлекетіміз мына өзінің егемендігін алғаннан кейінгі бүгінгі ахуалымыз әрине ерекше. Ал енді мына жерде осы залда неге осындай деп қаланың шеті дегендеріңіз, ол енді бола тұрмас. Себебі бұл қаланың шеті емес. Бұл Алматы қаласының қазақтың қайнап тұрған жері осы жер. Осы жер. Бұл жерді жақсын көрмекке, бұл жерді сіздер білесіздер. Бұл Алматы қаласының болашағы. Индустриалды инновациялық жаңалықтардың бәрі осы жерде қазір. Осы жерде соғылып жатыр. Мына мұражай, бұл мұражай, білесіздер. Мұражай ол адамның тарихы, мемлекеттің тарихы. Ол жерде жай жағын айтып тұрмыз ғой. Бұл біткен шаруады жоқ. Қазақ халқы бүгін тарихын көтеріп жатыр, оны өздеріңіз білесіздер. Тарихымызға дем беру, оған тыныс беру, ол да мысалға бүгінгі күні көтеріліп жатқан мәселенің бірі. Оған да атсалысасыздар деп ойлаймыз. Тілімізге атсалысамыз әрине де. Ал бүгінгі біздің жаңа өзіміздің, мына жаңа жастарымыздың, міне қараңыздар, қандай қазақша өз тілін біліп, ал егер мемлекет деңгейінде, бүкіл дүние жүзінде біздің балаларымыз ағылшынша сөйлеп, бүкіл мемлекеттерде оқуын оқып, толықтырып, мемлекетіне келіп, үлкен қызметте, сонау жерде мен қазақпын деп жүрген, мен қазақтың баласымын дегенге, мысалға, одан ешқандай біз артық болмасақ кем болмаймыз. Бүгінгі мысалға, жақында ғана білесіздер, бүкіл ақпарат құралдарында жазылды, біздің ұлттық мемлекеттік университетіміз 300 жақсы жоғары оқу орындарының санына кірді. Ол біздің жетістігіміз емес па? Себебі ол 800 орынды ғана белгіледі. Ал бүгін өзіміздің ұлттық университетіміз 80% қазақ тілінде өтеді. Әрине де ол мысалға үлкен жетістік. Біз де мысалға сол кезде оқыдық. Ал шалғай шеттегі ауылдың балалары мысалға біз өзіміз қалаға талай тырысып, қалаға қарай жүрді. Себебі ол кезде білесіздер, бүкіл жоғары оқу орындарының бәрі тек орыс тілінде. Оны өздеріңіз білесіз. Сонда талпыныс жоғары оқу білімін алайын, мен де оқиын, мен де жоғары білімді дәрежелі адам болайын деген халқымыздың сондағы түлектерінің үлкен несі. Мына осы жерде отырған залда қанша бір адамдар отырсыздар, оны өздеріңізде бастарыңыздан өткіздіңіздер. Сол үшін бүгінгі таңда мен ойлаймын, ең бірінші, мен мына жерде өзім бауырымды дұрыс айтты, сырым бауырым, мына жастарға біз тәрбие беруіміз керек.
мемлекетіміздің болашағы үлкен білімділігі мен білгірлігінде. Әрине де ең бірінші туған тілі, ана тілі. Ол өзімізге көп байланысты, отбасына байланысты. Мемлекеттік деңгейдегі бүгінгі мені айтып отырған Астананы қазақ қылдық. Ол да бір үлкен дәреже. Сол үшін мен сіздерге айтарым, бүгінгі жерде біз қайта осы ауданды қараңыздар қандай көшелер салынып жатыр. Қараңыздар қанша біз универсиада өткізейік деп жатырмыз, олимпиада өткіземіз деп талпынып жатырмыз. Ол біздің Алматы қаласының бүгінгі жағдайы емес. Мысалға, бүгінгі күні біздің мемлекетімізде осы азаматтар көп отырса, бокстан дүниежүзілік әлемдік чемпионат болады. Ол жетсін біз Қазақстанда өткізетін нәрселер мысалға. Сондай болады, ол аңсаған емес. Ол біздің Қазақстанымыздың ертең осы жерде соғып жатқан зәулім нелер бәрі ертең халқы. Оның азған келді. Әлі көше орталық көшелердің бірі соның ағын. Форманы сияқты. Қазаққа еш қатысы жоқ. Қасым, Жәнібек, Шыңырау-Шекеге жеткізген Қасым ханның көшелері қайда? Соны назарларыңызға алсаңыз. Қазір оны назарға аламыз. Міне 5 жыл бұрын бізде жақында ғана биыл қол қойылды. Әлі 5 жыл төңірегінде біз қарастырған жоқ едік. Енді жаңа үкім шықты. Енді бүкіл Алматы емес, бүкіл Қазақстан бойынша ономастикалық комиссияның отырысы басталып, олардың бәрі қаралады. Оны өзіңіз білесіздер. Сонда тіл сақшысының проект бар еді. Соны неге жауапты? Қайдан біледі ол? Қарастыру керек. Мирзаян жөнінде көше мен өзім арыз жаздым осы 3 ай бұрын. Сіздің арыздарыңыз бәрі қарастырылған. Жауап алдым, ешқандай өзгеріс болмайды деді. Екінші сұрақ. Сізге өйтіп жауап берген жоқ. Сізге айтты, ономастикалық комиссия отырысын бастайды. Екінші сұрағым. Қазір мектептерде неге қазақ тілін сағатын қысқарттырды? Өте өткір сұрақ. Иә, не үшін? Мен ойлаймын, бүгінгі отырысы сағанын ұқтарады отыр. Алматы қаласындағы жағдайды біз бәріміз бірігіп, әкімшілік бар, сіздер бар, бірге толықтырып Ғабит аға айтты сөзін, осының бәрін ұсыныс ретінде біз көтеруіміз Біз кез келген бәріміз білеміз, патриоттық тәрбие еткен кезде, кез келген мектепте, кез келген колледжге, немесе жоғары оқу орындарына кірген кезде бізде көзімізге түсетін Отан соғысының нелеріне жасалған мәңгілік алау. Мен оған қарсы емес болдым, бірақ та сол өзгертуді уақыт жеткен сияқты ол жерде отырсыз. Оған Қазақстан тәуелсіздігінің күрескен, қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрескен азаматтардың рухтарына не деген тағзым деген бас иеміз деген нәрсе тұру керек шығар. Осы мәселені мектептерде барлық жерлерде себебі деген кез келген жас бала кірген кезде ең алдымен өзінің елі. Ал біз қазіргі кезеңде басқа республиканың бәрінде отан соғысы дегенде алып тастады. Ал енді біз ғана ілінген ол ресей. Отан соғысы қалай? Жоқ. Бүкіл алаш, басқа бүкіл нелер, Қазақстан тәуелсіздігі үшін күрескендер үшін. Кіре берген кезде болу керек сол. Сіз үйіп айтпаңыз. Қазақстан
bir сұрақ. Allah әкімшілігіне қатысты бір сұрақ. Білімді ұрпақ Қазақстанның болашағы дедіңіз. Бірақ тоқтаңыз, міне, не только қазақ тілі, орыс тіліндегі литература жоқ, 80% кітап жоқ. От адамдарды. Сауал көп еді. Егер сауалдарыңыз болса, мен ешқандай мен дайынмын тыңдауға. Уақыт дайындап, мен сіздермен кездесіп сауалдарыңызды Менде сауал бар, Зәуре ханым. Зәуре ханым, тұра тұр, бір минут. Зәуре ханым, жама сіз айттыңыз. Тұра тұршы, мен сұрақ қояйын. Тұра тұр, жама сіз айттыңыз. Алматыда 60% қазақ мектебі деп. Соның тізімін жасалаш газетте ертең беріңізші, өтірік айтып тұрғаныңыз. Өтірік айтып тұрсыз. 60% қазақ мектебі дегеніңіз ертең жасалашқа тізімін беріңізші. Орыс мектебі қанша, қазақ мектебі қанша. Тізім беріңіз. Сосын жаңа айтып отырсыз. Ұлы отан деп айтамыз. Ол тұра тұр. Біз айтамыз. Надо объявить время, Ағай, біреулі Болды, зарышмадан болды. Бұлағын келсек, мынау Зәуре ханым мынау елдік ұлттық мүдделі хабары бар барғызатты қыздардың бірі бөлгенде мен әңгімелескенмін. Сондықтан енді бүгін келіп отыр араларыңызға енді әрине сұрақтар көп, жақында келіп қойып қызметке жақында келіп. Сондықтан жаңадан ала білмей, сөйлеген енді осы үлкен күрестерде бұл кісі бізбен бірге